Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз үйден нан жабатын боламыз. Нан жабу үшін ыдысымызға жылы сүтімізді және жылы суымызды құямыз. Екеуінің температурасы бірдей болуы қажет. Үстіне бір ас қасық қантымызды және үй температурасында еріп тұрған сары майымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Және жарты ас қасық тұзымызды, бір ас қасық ашытқымызды салып араластырамыз. Бұл жерде бізде ашытқының маңызы өте зор, балғын және сұрығы өтіп кетпеуі қажет. Сол кезде біздің нанымыз өте жақсы болып көтеріледі. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін үстіне ұнымызды електен өткізіп қосатын боламыз. Міндетті түрде електен өткізіп қосыңыздар. Сол кезде нандарыңыз күшті болып көтерілетін болады. Менде бұл жерде бірінші сорттық сесна ұны. Әр ұнның тығыздығы әртүрлі, сондықтан менің наныма қанша грамм ұн қажет кетті, соның барлығын қазір описанияға жазып қалдыратын боламын. Біздің нанымызды осылай болып жұмсақ немесе қатты болып кетпеуі қажет. Тестіміз осылай дайын болған кезде үстіне бір ас қасық жемішкі майымызды қосып жақсылап илейтін боламыз. Сол кезде біздің нанымыз қазір көтерілген кезде жабыспай өте күшті болып шығады. Мінекей қатты жұмсақ та емес, тастай да емес, осылай орташа көлемді нанды илеп шығатын боламыз. Нанымызды илеп болғаннан кейін ауа өтпейтіндей қылып пищевой пленкамен жауып, 1,5-2 сағатқа жылы жерге қойып қоятын боламыз. Менде 1,5 сағат өтті. Наным осындай әдемі болып, күшті болып көтерілді. Енді көтерілгеннен кейін кішкене бөлшектерге бөліп формаға келтіретін боламыз. Мен барлығын осылай көз мөлшерімен жасап шықтым. Таразы болса, таразының көмегімен 1 грамм етіп жасап алсаңыздар да болады. Мен осылай барлығын көз мөлшерімен жасап шықтым. Мен осындай кішкене бөлшектерге бөліп, кішкене лепешка сияқты қылып жасап шықтым. Нанның формалары қазір әртүрлі көп қой, мысалға басқа батон сияқты қылып, басқа түрінде істесеңіздер де болады. Бізге осындай кішкене мини лепешка қылып жасап шықтым барлығына. Кішкене бөлшектерге бөліп алғаннан кейін тапамызға қойып 15 минутқа көтеріліп қоямыз. Он 15 минут өткеннен кейін енді формаға келтіретін боламыз. Мен осылай ортасын шұңғылдау қылып жасап шықтым. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, күнжет мак сеуіп шықсаңыздар да болады. Қызып тұрған пеште 200 градуста 30-35 минут шамасында пісіріп алатын боламыз. Достар, менің видеом ұнап жатса, сіздерден лайк, комментарий күтемін. Менің каналымның дамуына өз үлесіңізді қоса кетіңіз. Біздің мини лепешкаларымыз дайын болды. Иісі деген кәдімгі үйдің иісін алып кетті. Өте күшті болып, бетін қараңызшы, жылтырлап күшті болып шықты. Жіп жұмсақ болып. Дәл осы менің рецептіме жасап көруге кеңес беремін. Отбасыларыңызға өте қатты ұнайды. Ас болсын.